Hayırlı gün olsun. Hayırlı gün olsun. Bugünkü gün sizde kuvvetişka olsun. Al tamaşa oturduk. Al жақсы кеше biz ana тілінен қандай сабақ өттік? Кім айтады? Biz қазір қандай тақырыпты өтіп отырмыз? Білдіретін сөздерді өтіп жатырмыз. Жақсы тамаша. Заттың қимылын білдіретін сөздерге біз сұрақтарын қалай қоямыз? Кім айтады? Айжан жүрді. Жақсы. Мысал келтіріп тұрсыз, енді сұрақ берсеңізші, сұрақ. Айжан? Айжан? Айжан жүрді. Сұрақ. İstedi. Тамаша, не істеді? Тағы да қандай сұрақ бар еді? Кәне, не істеді? Жақсы, тағы да. Не істеді? Не қылды? Тамаша, сосын? Қайтты деген сұрағы балалар. Ал, жақсы, қараңыздаршы. Заттың қимылын білдіретін сөздер бізде не істеді? Не қылды? Қайтты екен. Есіңізге түсті ма? Ал, бәріміз бұнда қараймыз. Кеше біз қандай мереке туралы атап өттік, балалар? Тамаша, 1 мамыр достық күніне біз мерекені атап өттік. Ал енді бәріміз қараймыз. Бүгінгі сабағымыз бізді заттың қимылын білдіретін сөздер инелік пен тиын. Кім қояды? Сұрақ. Сұрақ қоямыз. Не? Инелік не? Заттың несін білдірді ол? Несін білдірді ол заттың? Атын білдіріп тұр екен. Келесі. Тиын сұрақ қоямыз. Не? Көрдіңіздер ма? Не? Ал тамаша, біз заттың атын білдіретін және заттың қимылын білдіретін сөздерді өттік, Ал мен сіздерге мынадай планшет қойған мақұлдарыңызға алыңыздар, ашыңыздар. Қаламды аламыз. Кімде қарындар жоқ, қаламды аламыз. Жылдам. Алдық па? Жақсы. Үстінде тапсырманы көріп тұрсыздар, Аламыз да сөздерді оқып отырып сәйкестендіреміз. Білеміз ғой, Заттың несін білдіріп тұр мұнда? Қимылын білдіріп тұр. Сәйкестендіреміз. Bir сөзге 2 заттан сәйкестендіруге. Ендеше бастаймыз.
boshlab qo'yamiz. Altinesi buni o'tkazdik. Tabağımız neydi deb o'ylaysizlar endi? Bizni jamoamizga qarab, sizga qarab taqribi ming al tomosha. Endi ming kartof berib, altın marmar tashlaydi, shaqani qo'shadi. Kim ko'p kiyimni jamoani shunday demak u al bərimiz 5-ci betdə açdıq. 108-ci betdə açdıq. 108-ci bet. Aldı ben sizə erkeğin oturayım. Qalay oturamız biz? Bundayımız. Altındayız. Yeşilden tiyin. Ertegi. Tiyin. Ağaç kutusunda vaziyette oturgan. Onun kasına bir iğnelik ışık geldi. O tiyin. Sen ne isteyip otursun? Dedi. Mınalarda kettirip oturman dedi. O күнге жайып қойған саңырау қақтарын көрсетті. Оны қайтесің? Деді ине. Қысқа жеймін. Бұл менің қысқа азығым. Өзің де қысқа азық жинайтын шығарсың, деді ине. Қысқа мен ештеңе жемеймін. Bir қуыс қатырып алып, ұйықтаймын. Ой, неткен ұйқышылсың, деді. Al, sonun safhada kim muhabbetimizi qo'llayverib tashlaganda birinchi bu matn o'ylaydi aldi angime durust aytasiz tomosha al nurli do'st aytdi qarang matn mazmuni bo'yicha bir-birimizga haq berishimiz kerak bolalar kim so'roq beradi o'sha matn mazmuni bo'yicha gap ne istedi tiyin İlk istedi duruz, tamamsa al, sağda soğuk veriniz. Duruz edeceğiz. Жақсы. Ал енді қараңыздар, біз қазір осы мәтінді бөлге бөліп айтамыз. Dawson çarptı. Bak üst başına aldı aha, ne gibi kuşansın diye. Al yaxşı tamaşa. Biz Zayrinbek davlatga qo'shaqoqlar qilishdik.
Sormadığınız dedi. Tağda kanday ekan o? Tamam, diyecekleri. Neyse de diyecekleri. Еңбек. Еңбек жасады. Ал, не десе? İner dese? Boşlardı, dürüst zamanda. Al енді sizler inelik yoksallarınız келе ме әлде? Тиіп ма? Не үшін? Жақсы. Инелікке не үшін еркек қыз келеді? Ушар үшін қызық көрсе, ал бірақ еңбек еткенде қайсысы еңбек етіп тұр, еңбек қор болып тұр айтыңызшы. Тиген еңбек қор екен. Ал қараңыздар, тиінің жаңағы негізінде осындай болады. Көрдіңіздер ме қалай? Осыны біз адамдар жейміз, өте пайдалы. Иә, тамақ қалағанда қол жуамыз, сөйлесіп береміз, жасыма? Келісіп па? Иә. Екінші табақ. Ал әрі қарай ребусқа қараймыз, екінші тапсырма. Бәріміз кітапта тұр ғой, қараңыз. Ал қандай сөз шықты деп ойлайсыз? Тамаша, инелік. Енді инелік дедіңіз. Біз сол инелік деген сөзге деген сұрағымыз керек болады. Ойбай. Енді дұрыс сұрақ, енді жауап. Инелік күшті сөз. Инелік. Жақсы ұйықтар, келіңіз. Ал енді қараңыздар, біз сізді басымыз, не сұрақ қоямыз, иә? Сұрақ қойып шығамыз. Инелік шығамыз. Тыныш. Не? Ал, бәріміз орнымыздан тұрсақ, қолымызды астыға ма? Ал, орындаймыз қазір. Оған